Сәлем достар, сіздермен бірге мен Тоғжан, және де бұл Қай қала бағдарламасы. Бұл бағдарламада мен әртүрлі қалаларға саяхаттайтын боламын, және де қызықты фактілер, жерлер туралы айтатын боламын. Және де бүгінгі біздің бірінші қала бұл Аягөз қаласы. Мен өз туған қаламнан бастауды шештім, себебі мен қазір осындамын. Және де өз қаламды в принципе жақсы білемін. Қазір мен вокзал жанындағы саябақта отырмын. Бұл саябақта Құттыбай бидің осындай ескерткіші орналасқан екен. Өзі оңтүстік Қазақстан тумасы болса да, ұрпақтары осы Аягөз ауданында мекен етіпті. Бұл жерде менің операторлық қабілеттерімді көруге болады. Кадрда әлі саусақтар көп түсетін болады. Бұл жерде өте шумно, кешірім сұраймын. Қазір вокзалды ремонттап жатыр. Турасын айтқанда жаңа вокзал салып жатыр. Ендеше саяхатымызды бастайық. Ал вокзалдың жанында осындай ерекше ескерткіш паровоз орналасқан. Бұл теміржол қызметкерлерінің құрметіне арнап қойылған. Негізі қала тарихы теміржолмен тығыз байланысты. 1930 жылдары Түрксіб теміржолын салуына байланысты бұл жерде телеграф, алғашқы мектептер, үйлер салына бастады және Аягөз қала статусын алды. Сондай-ақ Аягөзде бүкіл КСРО-ға танымал Аягөз ет комбинаты, май зауыты және тері фабрикасы жұмыс істеді. Ал мен болса орталық алаңға келдім. Бұл жерде әртүрлі мерекелер, іс-шаралар аталып өтіледі, және де кешке тұрғындар осында қыдырғанды ұнатады. Бұл жерде осындай сахна және де мәдениет үйі орналасқан. Сондай-ақ орталық алаңда осындай Ұлы Отан соғысы және ауған соғысы ардагерлеріне арналған ескерткіш бар. Ал мен болса Абай атындағы саябаққа келдім және ішіне кіріп көрейік. Қарапайым саябақ, ішінде осындай фонтан жұмыс істейді екен. Бұрында осы жерде батут, әртүрлі балаларға арналған аттракциондар кішігірім болатын, бірақ оларды қазір алып тастапты. Сондай-ақ ішінде осындай сүйкімді жануарлардың мүсіндері бар екен. Және Абай атындағы саябақ болған соң, ішінде Абай Құнанбаевтың ескерткіші орналасқан. Сондай-ақ орталық алаңда тәуелсіздік саябағы орналасқан. Бұл кішігірім саябақ. Ішінде осындай алтын адамның мүсіні орналасқан және де істемейтін фонтан бар. Ал мен болса Аягөз қаласының басты ескерткіші Қозы Көрпеш Баян Сұлу ескерткішіне келдім. Аңыз бойынша қазақтың Ромеус мен Джульеттасы осы Аягөзде мекен еткен. Тіпті Қозы Көрпеш Баян Сұлудың кесенесі бар, ол Аягөз ауданында орналасқан. Қозы Көрпеш пен Баян Сұлу қазақ халқы үшін нағыз махаббаттың символы болып саналады. Ал 15 сәуір күні Қазақстанда осы Қозы Көрпеш Баян Сұлу күні, яғни ғашықтар күні аталып өтіледі. Саябақта осындай фонтан бар, сынып жатыр өкінішке орай. Сондай-ақ саябақта осындай турниктер бар, спортпен айналысуға арналған. Ал бұл жерде мен өз спорттық қабілеттерімді тексеріп көруді шештім. Көріп тұрғандарыңыздай менде ештеңе шықпады. Одан кейін мен біраз базар аралауды шештім. Базарда біраз видео түсіруге ұялдым, көп адам болғандықтан. Ал базардың жанында осындай кішігірім аллея бар екен, әртүрлі орындықтармен.
Ал одан кейін мен Аягөздегі әйгілі самсаханаға кіруді шештім. Мен Аягөздегі ең легендарный жерге келдім. Бұл самсахана. Бұл жер білмеймін даже қанша жұмыс істейді. 10 жылдан көп точно жұмыс істейді бұл жер. Бұл жерде кез келген күні уақытта клиенттер көп, адамдар көп. Мен өзім бұл жерді ұнатамын. Бұл жермен өте көп естеліктермен де байланысты. Және мен ойымша аягөздіктерге де бұл жер өте ұнайды. Және де біздің легендарный аягөздік самсаны жеп көрейік. Самса, в принципе, дәмді. Әрине прям ерекше деп айта алмаймын. В принципе, ностальгия үшін осында келуге болады. Тамақтанып алған соң мен қала аралауды жалғастырдым. Жолда мен осындай аллеяны көріп қалдым және де кіруді шештім. Ішінде әткеншек орындықтар және де осындай білезік пе, тағама, в общем осындай нәрселер бар екен. Ал мынау не деген инвалид орындықтар десеңші, біреуінің арты жоқ, біреуінің отыратын жері жоқ, біреуінің артыда отыратын жері де жоқ. Мынаны тіпті білмеймін қалай атасам болады. Бұны көріп біраз көңілім түсті, бірақ мен әрі қарай кеттім. Ал мен болса сіздерге Аягөз стадионын көрсеткім келген, бірақ жабық тұр екен. Ал стадионның жанында осындай көпір бар және мен оның үстіне шығып көруді шештім. Көпірдің үстінен осындай темір жолға, пойыздарға көрініс ашылады. Ал алыста тұрған мұнара не десеңіздер, бұл кеңес одағы кезінде су айдауыш мұнара болған, ал қазір жай бос жатыр. Біраз қорқынышты бұл мостта жүрген, бірақ шығып көруге сіздерге кеңес беремін. Менің артындағы дәу сұр ғимарат не десеңіздер, бұл кеңес үкіметі кезінде элеватор болған, яғни астық бидай сақтайтын қойма болған, ал қазір бұл жай заброшенный осындай ғимарат. Бір қызығы тура жанында балабақша бар екен. Қараңыздар, шына контрасты түрлі түсті балабақша, ал жанында осындай сұр дәу ғимарат. Ал мен болса қайтадан базар жаққа келдім және де Аягөз мешітін көрсетуді шештім. Сондай-ақ Аягөзде осындай әдемі муралдар бар. Мен уже жаяу 4 сағаттай жүрмін, қатты шаршап кеттім, дала ыстық. Короче, мен қазір автобусқа отырам да үйге қайтамын, сосын қайтадан шығатын боламын. Ал міне менің автобусым да келді. Үйде тамақ ішіп біраз дем алып алған соң, мен саяхатымды әрі қарай жалғастырдым. Ал мен қазір ардагерлер саябағына келдім, немесе бәйтерек саябағы деп те атай береді. Себебі бұл жерде бәйтерек орналасқан, бұл жерде осындай дәу әдемі фонтан жұмыс істейтін. Қазір бұл фонтан әрине де жұмыс істемейді. Ал міне бәйтеректің өзі. Осындай колонкалар болған, музыка ойнайтын, әдемі фонтан болатын. Әрине өте өкінішті. Сондай-ақ саябақта желтоқсан көтерілісіне арналған ескерткіш бар. Ескерткіш екі адамның силуэтіне ұқсайды. Сондай-ақ саябақта осындай ойын және спорт алаңы бар. Негізі бұрын бұл жерде танктер мен пушкалар тұрған болатын. Негізі жақсы алаң екен, үлкендер де, кішкентайлар да жақсы уақыт өткізе алады. Сондай-ақ осындай поле бар жанында. Ал мен болса әрі қарай кеттім және жолда осындай бір қызық көріп қалдым. Кинтянда балаларда пенная вечеринка болып жатыр. А можно мен тоже барамын? Жақыннан түсіруге мен ұялдым.
Ал мына жерде микрофоным істемей қалды. Мен Аягөздегі ең танымал жерлердің біріне келдім. Бұл Битан тау. Әрине тау емес, жай ғана төбе. Ал төбенің үстінен бүкіл қалаға әдемі көрініс ашылады. Ал енді бірге шығып көрейік. Бұл жерде осындай качелялар бар, орындықтар бар. Меніңше өте ыңғайлы, керемет. Төбеде осындай телевышка, яғни телемұнара орналасқан. Төбенің үстінде осындай шолу алаңы бар. Мұнда Қазақстанның рәміздері орналасқан. Ал енді мына көрініске қараңыздаршы. Менің ойымша өте әдемі. Маған да Мега деген блогер сияқты осы жерде видео түсіру керек сияқты. Артымда осындай әдемі көрініс, Эйфель мұнарасы деп енді елесе салыңыздар өздеріңіз. Жоқ, ничем не хуже Эйфелевой башни. Қатты жел соғып тұр, көріп тұрғандарыңыздай. Жарайды, біраз отырайын да кетейін. Ал енді сіздерге біраз кешкі Аягөзді көрсетейін. Бұл жерде алаңда біраз адамдар жинала бастайды. Және алаңда осындай әртүрлі көліктердің, велосипедтердің түр-түрін теуіп көруге болады. Сондай-ақ Аягөзде осындай кішігірім сауда орталығы бар. Ішінде супермаркет, донер, кафе, киім дүкені, в общем, ішінде неше түрлі бар. Достар, что-то ауа райы бұзылып бара жатыр, жел соғып, бұлттанып, қазір жаңбыр жауып кететін сияқты. Бірақ мен алыстан Қозы-Көпеш-Баян суы саябағында фонтан істейтін көріп қалдым. Және сіздерге көрсеткім келіп тұр. Міне, в общем, осындай фонтан. Маған тамшылар осы жерден келіп тұр прям. Ал осымен мен видеомды аяқтаймын. Қорытындылай келе Аягөз туралы не айта аламын? Бұл менің туған қалам, және мен оны әрине де жақсы көремін. Әрине қаланың жақсы жақтары да бар, және жаман жақтары да бар. Бірақ менің ойымша Аягөз өте әдемі және тарихы терең қала. Сол себепті мен тым болмаса сіздерге бір күнге осында келіп көруге кеңес берер едім. Сіздерге бұл видео ұнады деген ойдамын. Білмеймін, бұл видеода не шықты вообще. Қалай монтаждаймын. Ё-моё, жел. В общем, видеоны аяғына көргендеріңізге көп рахмет. Лайк басып, комментарий жазып, каналға жазылып, мені барынша қолдап кетсеңіздер, қуанышты боламын. Келесі кездескенше, және де, надеюсь, келесі қалада кездескенше. Сау болыңыздар.